Баршаңызға сәлем. Бүгін мынандай кружевной блинчиктің дайындау техникасын көрсетейін. Рецептке көшпестен бұрын тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен кең ыдысқа 2 стакан ұнды елеп аламыз. Сосын ыдысқа 2 жұмыртқа мен жарты шай қасық тұзды езіп, азғантай күркума қосып араластырамыз. Артынша 1 стакан сүт пен 1 стакан суды қосып, әбден араластырып, кәдімгі құймаққа салғандай етіп, ұнын біртіндеп қосып, араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Сосын біраз қасық сұйық май құйып, тағы араластырамыз. Дайын қамырды ауыз жіңішке бөтелкеге құйып алу үшін кеңірек кружкаға құйып аламыз оны. Сосын табаны қыздырып, май жағып аламыз да, құймақты кестелеп сәнді етіп құямыз. Әрбір дайын болған құймақтың ортасына пергамент қағазын немесе салфетка қойып отыру керек. Бұл құймақты жұмсақ етіп тұрады. Өздеріңіз байқағандай, ішіне орайтын начинкасы ретінде мен тауықтың төс етін алып, алдын ала қайнатып, суытып алып, пияз қосып қуырып, үстіне лечо қоса салдым. Сіздер де өз қалауларыңызбен үйде не бар, соны ерікті мөлшерде пісіріп аласыздар. Құрметті ағайын, келесі түсірілімнің басты ингредиенті кешью жаңғағы болады. Оның зор пайдасын жіберіп алмау үшін қоңыраушаға басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған Ас ТВ Мастер каналынан Торғын.